Сәлем баршаңызға. Бүгін гүлдерге арналған бірнеше тыңайтқыштар көрсететін болам. Ең біріншісі бұл биогумус. Биогумус органикалық табиғи жолмен жасалған тыңайтқыш болғандықтан гүлдерге пайдасы зор, зияны ешқандай жоқ. Бұл биогумустың пайдасы гүлдерге гүлдің тамыры жақсы өсуіне, яғни гүлдің тамыры дамуына жақсы. Әлбетте гүлдің тамыры жақсы дамығаннан кейін жоғары қарай жаңа жапырақ ашып, жақсы өсетін болады. Гүлдеріңіздің жапырақтары осылай жылтырап, жаңа жапырақ ашып, жақсы өсіп тұрсын десеңіз, осындай гүл дүкеніне барып, биогумус дегенді сатып алсаңыз болады. Яғни гүлдің тамыр жүйесі жақсы өсуіне, шірімей өсуіне жақсы. Енді биогумусты қалай пайдаланамын десеңіздер, инструкциясы сыртында толық жазылған, сол бойынша қолдансаңыздар болады, болмаса алда құйып көрсететін болам. Зеленый мыло екіншісі. Бұл зеленый мыло деген біз өзіміз гүлді айтып жатады ғой, жаңа кір сабынмен жуу керек, кір сабын араласқан суды шашу керек деп. Яғни бұл зеленый мылоны пайдаланатын болсаңыздар, гүлдерге ешқандай зиянсыз. Бұл гүлдің жапырақтарына шашу арқылы және гүлдің жапырақтарына суға араластырып сүрту арқылы қолданамыз. Яғни гүлдердің жапырақтарына шіркей түспеуге. Көбіне осы кротон гүлдеріне, фикус гүлдерінің жапырақтарының асты үстіне жаңағы шіркей түсіп жатады. Яғни зеленый мылоны пайдалансаңыздар, гүлдің белгілі бір жапырағының бетінде пленка образовать етеді. Яғни сол пленка гүлдердің жапырағының үстіндегі шіркейді қатырып тастайды және алда шіркей түспейтін болады. Соған жақсы. Бұл зеленый мылоны бір алып қойсаңыз, гүлдің жапырақтарына шашып, гүлдің жапырақтарын сүртіп тұрасыздар. 1 литрға 20 грамм тамғызып алып, міне осылай мақтаны батырып, жапырақтарын мақтамен сүртіп шығуға болады. Және сонымен қатар 1 литрға 20 грамм суға араластырып алып, гүлдердің жапырақтарына шашып шықсаңыздар, гүлдердің жапырақтары осылай жылтырап, жаңа шыққан жапырақтары жап-жасыл болып, шаңнан тазарып, әрі шіркей түсірмейтін болады. Осы екеуін алып қойсаңыздар, сізге көпке жетеді. Сәлем баршаңызға, арнама қош келдіңіздер. Бүгін менің гүлдерім гүлдеп қуантып жатыр екен. Енді мен де тыңайтқыш жасап, оларды қуантқым келіп тұр. Себебі гүлдер гүлдеу үшін ең бірінші горшок тар горшок болу керек, тамырына сәйкес, және топырағы құнарлы болу керек екінші. Ал үшінші, жақсы өсіп тұрғаннан кейін, жарық жерде, жеткілікті жерде тұрса жақсы өсіп, төртінші, тыңайтқыш жасап тұруымыз керекпіз. Себебі тыңайтқыш жасамасақ, кейбір гүлдеріміз гүлдемей қоюы мүмкін, және гүлдері майда болып, өте әлсіз болып, өте ұзақ уақыт гүлдемей, біразға дейін бізді қуантпай тұрып қалуы мүмкін. Сондықтан қазір мен 3 түрлі тыңайтқыш жасайтын боламын. Мүмкін сіздерге пайдасы тиіп қалар. Ал кеттік, бастайық. Маған ең бірінші 1 литрлік банка керек. Енді осының үстінен құятын суымыз тұндырылған, яғни баклажкаға құйып қойған, 1 апта тұндырылған, бөлме температурасында тұрған жылы су. Осыны толтырылып 1 литрлік банкамызға құйып аламыз. Және гүл дүкенінде сатылатын осындай угіль, яғни древесный угіль деген ағаштың күлі деген сатылады. Бұл гүлдердің тамырына антисептик ретінде. Болмаса бұл орнына активированный угіль болса үйде, соны қолдансаңыздар болады. Болмаса жай далада өзіміз өртеп жүрген тек қана ағаштың күлі болу керек. Бұтақтарды, ағаштарда өртеген кезде осылай күлін бір ыдысқа теріп салып алып, осылай 1 литрлік жылы суға осындай 1 қасық етіп ағаштың күлін араластырып, суға жақсылап араластыру керек, біркелкі етіп араластырып, енді осыны сүзбей гүлдерге пайдалана беруге болады. Бірден араластырып аламыз да, гүлдерге суғара береміз. Барлық гүлдерді суғаруға болады. Бұл жаңағы гүлдердің тамыр ауруына жақсы, яғни гүлдердің тамырын грибковый неше түрлі аурулар болады, яғни гүлдердің тамырының шірімеуіне жақсы, шірімей жақсы дамып, гүліңіздің ары қарай жақсы өсуіне жақсы. Мына орхидея гүлімді гүлдеп мен қуантайын деп тұрғаннан кейін, мен де бүгін тыңайтқыш жасап, суғарып жатырмын.
Бұл тыңайтқышымызды ешқандай сүзгіден өткізбей суғара береміз. Себебі жаңағы ағаштың күлі топыраққа араласып кетсе де ештеңе етпейді. Топырақтың қышқылдығын жоғарылатып, жақсы өсуіне пайдасы зор. Орхидея гүлімді жарты сағатқа осы ағаш күлінен пайдаланып жатқан тыңайтқышыма қалдыратын боламын, яғни суын асықпай ішетін болады. Ал енді жасайтын екінші тыңайтқышымыз. Бізге осындай 1 литрлік банка керек. Сонымен қатар осылай чеснок 1 данасы керек. Соның 1 данасын алып, қабығын аршып, майдалап тураймыз. Сіздерде чеснок езгіш болып жатса, тегі жақсы, себебі неғұрлым чесногымыз майда болса, соғұрлым күші жақсы шығады суға. Бұл чесноктың құрамында неше түрлі витаминдер болғандықтан гүлдердің иммунитетін көтеруге жақсы. Осылай 1 данасын 1 литрлік банкімізге салып аламыз да, ыстық су құймаймыз, бөлме температурасында тоңдырылған жылы суымызды толтырып құйып аламыз. Яғни 1 литр банкіге 1 дана сарымсағымыз жеткілікті, яғни чесногымыз жеткілікті. Осыны жақсылап араластырамыз, біркелкі етіп, енді осы араласқан тыңайтқышымызды 1 күн бойы тұндырып қойамыз. Яғни 1 күнде чеснок күшін суға жіберетін болады. Ары қарай 2-3 күн тұрудың қажеті жоқ. Иісі шығып кеткенде қолданбаңыздар. 1 күнде ешқандай иіс қатты шыға қоймайды, өте жақсы болады гүлдерге. Гүлдердің иммунитетін көтеріп, гүлдердің жақсы өсуіне пайдасы зор. Гүлдердің тамырының ауырмауына да жақсы. Міне осылай суғара бересіздер. Сонымен қатар осындай суымызға мақтаны батырып алып, гүлдердің жапырақтарын сүртіп шығатын болса, гүлдердің жапырақтары тесіктері тыныс алуына жақсы тазарып, және шаңнан тазарып, бір жағынан шіркейден сақтаймыз. Гүлдің жапырақтарына шіркей түсуін алдын аламыз. Сарымсақтың бір ерекше бір өзінің иісі болады. Бұл чеснок су тыңайтқышымызды қолданар алдында міндетті түрде сүзгіден өткізіп алып пайдаланғанымыз дұрыс. Чеснок топырақ бетіне түссе көгеріп қалады, сондықтан алдымен сүзгіден өткізіп алыңыздар. Сонымен қатар осылай су шашатын ыдысымызға суын құйып алып, гүлдердің жапырақтарын асты үстіне шашып шықсаңыздар, гүлдеріңіз жақсы өсетін болады. Себебі витаминді гүлдер жапырағы арқылы да ала береді. Осылай гүлдердің жапырақтарын асты үстіне және гүлдердің топырақтарының бетіне сеуіп шықсаңыздар, әрі шіркейден сақтайтын болады гүлдеріңізді, әрі иммунитетін көтеріп жақсы өсетін болады. Әрі гүлдеріңіздің ауа құрғақтан жапырақтары сарғаймай жақсы өсетін болады. Ал енді бізге жасайтын үшінші тыңайтқышымыз. Бізге ол үшін 1 литрлік банка қажет, және осылай лавр жапырағы, яғни ас бөлмесінде пайдаланып жүрген лавровый лист. 1 литрға осындай кішірек болса 3 жапырағын пайдаланамыз, егер ірі болса 2 жапырағын пайдалансаңыздар болады. 1 литрға 3 жапырағын салып, үстінен қайнап тұрған ыстық су болмау керек, бірақ ысқылтым су болу керек. Себебі жаңағы ыстық суымызды құйған кезде жаңағы лавр жапырағымыз демделетін болады. Осылай толтырып ыстық суымызды құямыз да, осы жасаған тыңайтқышымызды 1 күнге қалдырамыз. Міне 1 литрға 3 жапырағын салып, лавр жапырағының осындай 1 күнге қойып қоямыз. 1 күнде жаңа лавр жапырағы өзінің әсерін суға береді. Ал енді осы сумен гүлдеріміздің түбін суғарып қуанта берсек болады. Барлық гүлдерге пайдалана беруге болады. Бұл лавр жапырағының ешқандай зияны жоқ. Қайта гүлдердің антисептик болғандықтан гүлдердің барлығының тамырлы жүйесінің жақсы дамуына жақсы әсері бар. Иммунитетін көтеріп, сонымен қатар гүлдеріңіз жақсылап жайнап, көптеген құрамында витаминдер болғандықтан гүлдеріңіз гүлдеп сіздерді қуантатын болады. Сонымен қатар осылай жапырақтарын асты үстін сүртіп шықсаңыздар, гүлдер жапырағы арқылы да тыңайтқышты өзіне құрамына керекті витаминдерді ала береді. Сонымен қатар осындай су шашатын пульверизаторымыз, яғни су шашатын ыдысымызға осы лавр жапырағының жасалған тыңайтқышымызды құйып алып, гүлдердің жапырақтарын асты үстіне шашып шығатын болсақ, гүлдердің жапырақтарына шіркей түспеуінің алдын аламыз, және гүлдердің иммунитетін көтеріп, гүлдерді жақсы жайқалтып өсіретін боламыз. Және сонымен қатар ауа құрғақтан гүлдердің жапырақтарын ұштар сарғайып, асты жағынан жапырақтары сарғаймайтын болады.
Сонымен қатар мен көпшілік арасында дрожь пайдаланады деп естіп жатырмын, бірақ оны әлі пайдаланып көрген жоқпын. Сіздер пайдаланып жүрсеңіздер, пайдасы болса айтып жіберсеңіздер.